Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазақ әдебиеті пәнінен тәуелсіздік қасиет тұнған ұлы ұғым бөлімі бойынша сабағымыздың тақырыбы Расул Ғамзатовтың «Менің Дағыстаным» әңгімесі. Сабақтың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Балалар, өткен сабақта біз Дағыстанның халық ақыны Расул Ғамзатовтың өмірі мен шығармашылығымен танысқан болатынбыз. Үйден Дағыстан елі туралы жинақтаған деректерің бойынша Дағыстан сөзін топтастырып көрейік. Балалар, сендер топтастыруды жақсы орындадыңдар деп ойлаймын. Олай болса, Дағыстанда 102 ұлт бар. Ұлттардың ең көбі абарлар. Солтүстік Кавказда орналасқан, астанасы Махачкала қаласы. Дағыстан Ресейдің ұлттық құрамы ең көп республикасы. Дағыстан оңтүстігінде Әзербайжанмен, оңтүстік батысында Грузиямен, сондай-ақ Ресейдің батысында Шешен республикасымен, солтүстік батысында Ставрополь өлкесімен және солтүстігінде Қалмақстан республикасымен шектесіп жатыр. Оңтүстігінде үлкен Кавказ тауы орналасқан. Балалар, «Менің Дағыстаным» әңгімесінің аудио нұсқасын мұқият зер салып тыңдайық. Менің Дағыстаным. Күндердің күнінде Парижде бір дағыстандық суретшіні кездестірдім. Революциядан кейін іле-шала оқуға кетіпті де, итальян қызына үйленіп, еліне қайталмай қалыпты. Тау ішіндегі дәстүрге үйреніп қалған әлгі дағыстандық жігіт көпке дейін өзінің жаңа отанына үйрене алмай жүріпті. Жер жүзін талай шарлап, алыстағы бөтен елдердің жарқ-жұрқ еткен астаналарында да болыпты. Бірақ қайда барса да туған елін аңсап, зарыққан сезім соңынан қалмай қойыпты. Осындай сезімнің бояу арқылы бейнеге қалай айналдырылғанын көргім келді, өзің салған суреттерді көрсетші деп өтіндім. Бір суреттің аты «Елді аңсау» екен. Суретті байырғы авар киімін киген итальянка, суретшінің әйелі, бейнеленген. Ол тау ішіндегі бұлақтың басында тұр, қолында атақты Гацатлин шеберлерін ақштап жасаған күміс құмыра. Тау баурайында қайғырып тұнжырап тұрған авардың тас ауылы. Ауыл үстінде төніп тұрған таулар бұдан да бетер қайғырып тұнжыраулы. Тау төбесін тұман басқан. Тұман, деді суретші, ол таудың көз жасы. Таудың баурайын тұман басқанда тастың тілім-тілім әжімін бойлап мөлдір тамшы ағады ғой. Тұман, бұл мен. Екінші суреттен тікенек бұтаның басында отырған құсты көрдім. Ал бұта болса, жалаңаш тасты қақ жарып шығып өсіп тұр. Құс сайрап тұр да, оған өз үйінің терезесінен қайғылы бір тау қызы қарап тұр. Менің суретке назар аударғаным байқап қалды да, бұл аварлардың көне аңызының желісі бойынша салынған сурет деп түсіндірді суретші. Қандай аңыз бойынша? Құсты ұстап ап, торға қамап қойыпты. Торға түскен құс күні түні бірдей елім, 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 елім деп қақсай беріпті. Соңғы жылдар бойы тап осылай қақсап жүрген мен сияқты. Құс иесі ойлапты. Бұның елі қандай екен, ол қайда болды екен? Мүмкін мұның елі жұмақтағы ағаш өсіп, жұмақтағы құс мекендейтін гүл жайнаған тамаша бақ секілді шығар. Мен осы құсты далаға қоя берейінді, оның қай жаққа ұшып кеткенін көрейінші. Сонау алыстағы ғажап елдің жолын көрсетсін маған. Сөйтіп ол тордың қақпағын ашыпты. Құс қақ жарып өсіп тұрған тікенек бұтаға қоныпты. Осы бұтаның жапырағының арасында ұясы бар екен оның. Мен де
Өз еліме өзімді өзім қамаған тордың терезесінен қарап жүрмін ғой деп аяқтады әңгімесін суретші. Елге неге қайтқыңыз келмейді сіздің? Кеш қой. Кезінде туған жерімнен жанып тұрған жас жүрегімді алып кетіп едім. Енді еліме тек қаудыраған қу сүйегімді қайтаруға хақым бар ма менің? Парижден оралысымен-ақ әлгі суретшінің туған туысқандарын іздеп тауып алдым. Таң қалғаным сонша, оның шешесі тірі екен әлі. Суретшінің туған туысқандары тоқал үйге жиналып, өздерінің елден безіп кеткен, туған жерін жат жерге айырбастап жіберген ұлы жайындағы әңгімемді күңіреніп, қайғы қасіретпен тыңдады. Бірақ ұлына кешірім еткен секілді боп көрінді маған. Олар оның тірі жүргеніне қуанды ма қалай? Әйтеуір кенеттен шешесі, сендер аварша сөйлестіңдер ғой деп сұрады менен. Жоқ, біз тілмәш арқылы сөйлестік. Мен орысша, ал сенің ұлың французша. Ұлының өлгенін жаңа естігендей боп, бетін қар орамалмен жауып ала қойды суретшінің шешесі. Үйдің шатырын тырсылдатып, далада жаңбыр жауып тұр. Біз аварияда тұрмыз. Ал жердің екінші жағында, Парижде, Дағыстанның адасқан ұлы да мүмкін жаңбырға құлақ салып отырған шығар тап осы сәтте. Біраз үндемей отырғаннан кейін суретшінің шешесі айтты. Сен қателестің, Расул. Менің ұлым баяғыда өліп қалған. Сенің көргенің менің ұлым емес. Менің ұлым өзім үйреткен, авар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиіс емес. Балалар, әңгіменің идеясы Расул Ғамзатовтың туған жерге, тілге деген махаббаты, ыстық ықыласы, шексіз сүйіспеншілігін білдіреді. Енді балалар мазмұнын мұқият біліп алсақ, таныс емес сөздерді жазып, олардың мағынасына түсінік берейік. Революция, көтеріліс, төңкеріс. Авар, Дағыстанда тұратын халық. Париж, Францияның астанасы. Зарыққан, сағына күткен, тұнжырап қабаға түсіңгі қатулы, қақсау, сарнау, зар илеу дегенді білдіреді екен. Енді балалар келесі тапсырмаға көшейік. Балық қаңқасы әдісі арқылы шығармада көтерілген мәселеге талдау жасаңыз. Мәселесін, себебін, дәлелін және қорытындысын айқындайық. Бағалау критерийіне тоқталайық. Шығармада көтерілген мәселені анықтап талдау жасайды. Дескриптор. Шығармада көтерілген мәселені анықтайды, мәселеге талдау жасайды. Балалар, енді жауаптарымызды тексеріп көрейік. Көтерілген мәселе ана тілге құрмет арттыру. Себептері: туған жерден алысқа кетті. Өзге ұлттардың арасында өмір сүрді. Әйелі өзге ұлттан болды. Дәлел: Италияда өмір сүрді. Французша сөйлеуге тура келді. Әйелі итальянка болды. Қорытынды: қай жерде жүрсең де өз тіліңді ұмытпа. Келесі тапсырма балалар, қос диаграмма әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Суретші мен құсты салыстырып, ұқсастық мен айырмашылығын табамыз. Бағалау критерийі: суретші мен құсты салыстырып, ұқсастық мен айырмашылығын ажыратады. Дескриптор: суретші мен құсты салыстырыңыз. Ұқсастығын тауып, айырмашылығын ажыратыңыз. Балалар, сендер тапсырманы өте жақсы орындады деген үміттемін. Олай болса, мынау ықтимал жауаппен тексеріп көрейік. Суретші тілін ұмытқан, туған жерге сағынышын сурет арқылы жеткізеді. Құс торда отырды, бостандыққа шықты, сағынышын сайрау арқылы жеткізді. Ұқсастығы: туған жерді сағынған, елінен жырақта жүр. Келесі тапсырма балалар, төмендегі үзіндіден ойыңды 4 сөйлем тәсілі арқылы жеткізесіздер. Суретшінің шешесінің: сен қателестің, Расул. Менің ұлым баяғыда өліп қалған. Сенің көргенің менің ұлым емес. Менің ұлым өзім үйреткен, авар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиіс емес деуінің мәнісі
неде? Бағалау критерийлері өз пікірін білдіреді, пікірін дәлелдеп жазады, өмірмен байланыстыра алады. Дескриптор өз ойын дәлелдейді, пікір білдіреді. Енді балалар, жауабымызды тексеріп көрейік. Пікір: тіліңді ұмытқаның, еліңді, тарихыңды, анаңның ақ сүтін ұмытқанмен пара-пар. Дәлел: ана тілі бізге ананың ақ сүтімен дариды. Мысал: өзінің тілін білмейтін қазақ ұлтын кездестіруге болады. Қорытынды: өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ал енді балалар, үйге тапсырма: дағыстандық суретші жігітке кеңес беріп, хат жазып келеміз. Бүгін сабағымызды қорытындылай келе, туған жердің әр адамы қай жерде, қандай қызметте жүрсе де, ата мекен алтын бесігін бір сәтте естен шығармай, оған мәңгілік қарыздармын деп есептеуі керек. Өйткені азамат бойындағы дарын, қабілет, тектілік сынды абзал қасиеттер ана сүті, әке қаны туған жердің топырағынан дариды. Туған жер өздерің дәлелдегенде киелі де қасиетті мекен. Біздің жүрегімізден Расул Ғамзатовтың егер менің тілім ертең өлсе, онда мен бүгін өлуге дайынмын деген ерекше үні ешқашан өшпейді. Барша халық бас иетін тілдің асыл қасиетін ардақтау мен салмақтау біздің парызымыз. Сабағымыз аяқталды.